Отбасының ең сенімді тірегі болған адам қиын жағдайға тап болса, нағыз махаббат пен алғыстың бағасы ашылады. Өкінішке қарай, ол кейде тым арзан болып шығады. Бұл шынайы өмірден алынған оқиға. Қай кезде сатқындық пен немқұрайлылық өмірдің жаңа кезеңіне бастайды. Осы әңгіменің басты кейіпкері Айым. Ол отбасы үшін бәрі еді. Әмиян, аспаз, кеңесші. Бірақ бір апат болып, оның өмірін өзгертті. Туыстары үшін тіпті Мальдив аралдары оның денсаулығынан маңыздырақ екенін көрсетті. Әңгіме басталмас бұрын арнаға жазылып лайк басыңыздар. Кең әрі жарық пәтерде таңғы әдеттегі тіршілік басталды. Қайырлы таң, мама, деп созылды Дамир. 25 жастағы заңгер, дипломы бар. Бірақ әлі күнге дейін бір күнде жұмыс істемеген ұлы. Бүгін таңғы асқа не бар? Әрі қашанғыдай қалағаның бар, деп күлімсіреді анасы Айым. Оның ұлы ақылды, қабілетті, бірақ шынайы өмірге бейімделмеген. Өйткені оған барлығы ыңғайлы. Анасынан бәрі дайын тұр. Кәсіпкер Айым қолына қою кофе ұстап, ойша бүгінгі күннің жоспарын құрып үлгеріп қойған. Жеткізушілермен кездесу, инвесторлармен келіссөз, есептерді тексеру, жылдар бойы бизнес оны жылдам әрі нақты ойлауға үйретті. Ас бөлмеден күйеуі Ержан шықты. Ол физика пәнінің мұғалімі. Оның айлығы тек өзінің ұсақ шығындарына ғана жететін. Әйелінің бетінен сүйіп, қымбаттым, бүгін ата-аналар жиналысы бар еді. Таксиге ақша бере аласың ба? Деді қысылып. Айым үнсіз ғана басын изеді. Тағы да ұсақ шығындар оның картасынан төленетіні белгілі. Ал Мадина қызы әдемі, әрі өршіл мінезімен жұмысқа дайындалып жатты. Ол ғана өз өмірін құруға тырысатын. Тіпті жаңа пәтерге ипотека алған. Бірақ ай сайынғы төлемді кім төлейтінін бәрі білетін. Әрине анасы. Мама, сәлем. Ипотека төлемін аударуды ұмытпа. Уақыты келіп қалды, деді Мадина бет әрлеп жатып. Әрине, ұмытпаймын, деп ауыр күрсінді анасы Айым. Осылай өмір сүрді. Ол бүкіл пойызды сүйреп келе жатқан локомотив. Ал отбасы болса еш уайымсыз жолаушылар. Үйде тағы бір арман жиі айтылатын. Мальдив аралдарына саяхат. Бұл ой олардың дастархан басындағы әңгімесіне айналып кеткен. Әрине, шығынды көтеретін тағы да Айым болатыны белгілі еді. Жоспарланған демалысқа бір ай қалғанда Айымның өмірі төңкеріліп түсті. Қатты тежеу, сұмдық, соққы, қараңғылық. Көзін ашқанда аурухана, әппақ қабырғалар, дәрігерлердің бәсең дауысы. Ол ауыр автокөлік апатына түскен еді. Дәрігерлердің болжамы сақ болды. Алда ұзақ айлар бойы оңалту күтетін. Алғашқы күндері палатада жалғыз қалған жоқ. Отбасы жанынан табылды. Абыржыған жүздер, гүлдер, жылы сөздер. Жаным, біз сенің қасыңдамыз, деді Ержан, оның мұздай қолын ұстап. Дамир көңілді көрінуге тырысып, мама, қарашы, саған арнап тәтті манго әкелдім. Қазір саған дәрумендер ауадай қажет, деді. Ал Мадина анасының қасында отырып, жұмыста болған оқиғаларды айтып берді. Анасының көңілін білгісі келді. Айым шыдады. Денесі ауырса да, отбасына қарап күлімсіреуге тырысты. Бәрі жақсы болады, бәрі міндетті түрде жақсы болады, деп қайталай берді іштей. Себебі ол тек қана ана емес, кәсіпкер де еді. Сыртта оның бизнесі бар. Оны басқаратын көмекшісі Адал Айсана. Сол арқылы жұмыс жүріп жатты. Бірақ уақыт өте бере, алғашқы уайым мен қамқорлық азая бастады. Қолдау сөздерінің орнына шағымдар жиілей берді. Айым, түсінесің ғой, бізде қазір оңай емес, деді Ержан. Сенің картаңда ақша қалмады, ал шығындар тоқтамайды. Мама, ұят, бірақ пәтер ақыны төлеу керек болып тұр, деп сыбырлады Мадина көзін тайдырып. Ал Дамир үнсіз отырды. Оның жүзінде тек әдеттегі жайлылықтың жоқтығы үшін ауыр қайғы тұрғандай. Айымға бұл сөздер денесіндегі жарадан да ауыр тиді. Ол көрді. Олардың жанашырлығы тек көңілден емес, өздерінің жайлылығы үшін екен. Айым аздап төсектен басын көтере алатын күйге жеткен күндердің бірінде есік ашылып, бүкіл отбасы кіріп келді. Беттері мазасыз, бірақ көздерінде біртүрлі үміт оты жанып тұрды. Айым, мынадай жағдай болып қалды, деп бастады Ержан екіленіп. Сен Мальдивке жолдамаларды ұмытпадың ғой? Ол билеттер қайтарылмайды.
ұшу уақыты ертеңнен кейін. Айым өз құлағына өз сенбеді. Мама, біз түсінеміз, саған қиын, деп жалғады Дамир. Бірақ ол путевкалар жанып кетсе, қанша ақша ысырап болады? Мүмкін сен бізге тағы да жолға аздап ақша берерсің. Шопингке де керек, бәрібір сен қазір төсекте жатсың. Ұлы мен күйеуінің осы сөздері Айымның жанын отқа қарып өткендей болды. Ішінде бір нәрсе сынып қана қоймай, қирап түскендей сезілді. Көңілін қапалық пен ашу басты. Өйткені олардың сөзінде оның қайғысы емес, тек өздерінің демалысы ғана тұрды. Жоқ, деді ол тыныш, бірақ нық дауыспен. Олар ашу мен реніштерін жасырмай шығып кетті. Ал Айым жалғыз қалды. Көзіне ыстық жас келіп, тынысы тарылды. Неге? Олар менімен неге бұлай жасады? Деген ой жанын жегідей жеді. Олар қанша жыл бойы оның қамқорлығынан ішіп, жеп, дәл сол құдыққа түкіргендей болды. Араға апта салып, Айсана құжаттар әкелгенде, көзін тайдырып тұрып айтты. Айым апай, олар ұшып кетіпті. Инстаграмнан Мадинаның әуежайдағы суреттерін көрдім. Бұл нағыз соққы болды. Ол төсекке таңылып, әр тынысы үшін күресіп жатқанда, олар күн астында қызық қуып жүрді. Сол сәтте Айымның ішіндегі бәрін көтеретін мейірімді ана өлді. Оның орнын жаңа Айым басты. Суыққанды, есеппен ойлайтын. Енді отбасына сабақ беруді шешкен әйел. Айсана, маған сенің көмегің керек, деді Айым сабырлы, бірақ нық үнмен. Ең мықты оңалту орталығын тап, және жақсы заңгерлерді шақыр. Айсана басын изеді. Ол мұндай сәттің боларын іштей күтіп жүрген еді. Отбасы Мальдивтің жағасында күнге қыздырынып жатқанда, Айым мен Айсана бір үлкен жоспарды жүзеге асырып жатты. Айымды элиталық жеке клиникаға ауыстырды. Мұнда әр күні минутына дейін жоспарланған үздік реабилитологтар, массажистер, арнайы жаттығу бағдарламалары, психолог пен кездесулер. Денсаулығы баяу болса да жақсара бастады. Сол уақытта заңгерлер оның барлық мүлкі мен активтерін қайта қарады. Үлкен пәтер отбасының еркелік пен бейқам өмірінің символы сатылымға қойылды. Мальдивтен демалып келген Ержан, Дамир және Мадина үйге кіргенде оларды күтпеген тосын жағдай қарсы алды. Бұрынғы жайлы пәтердің орнында бос қабырға мен риэлтордың сатылғаны туралы қағазы ғана тұрды. Бұл не сұмдық? Деп айқайлап жіберді Мадина. Үнінде үрей сезілді. Мама, қайда мама? Дамир бос бөлмелерді кезіп, анасын шкафтан шыға қалатындай іздеді. Ал Ержан өңі ағарып, қолына телефон алды. Жедел ауруханаға барайық, бәлкім жағдайы нашарлап кеткен шығар, деді. Олар бұрын барған мемлекеттік ауруханаға жеткенде, Айым жатқан төсек бос тұрды. Айым қанды ма? Деді медбике иығын қиқаң еткізіп. Оны бірнеше күн басқа клиникаға ауыстырды ғой, деп жауап берді медбике. Үрейлері ұлғайған сәтте Ержан қалтырап тұрған қолымен әйелінің нөмірін терді. Дыбыстар созылып, мәңгілікке ұласқандай болды. Ақыры тұтқадан Айымның сабырлы, бөтен естілетін дауысы шықты. Я, Ержан, Айым, қайдасың? Бұл пәтер не болды? Біз ештеңе түсінбей тұрмыз. Сабыр сақтаңдар, деді Айым мұздай тыныштықпен. Мен оңалту орталығындағы емдемін. Адресін беремін, келіңдер, сөйлесеміз. Олар клиникаға келгенде өз көздеріне өздері сенбеді. Бұл жер аурухана емес, қымбат қонақ үйдің нөміріне көбірек ұқсайтын. Айым креслода отыр. Қасында жаттығу жасаған инструктор. Мама, деп жүгіріп келді балалары. Сен сондай керемет көрінесің. Демек, жақында үйге ораласың ғой? Жаңа пәтер алдың ба бізге? Деді Мадина үмітпен. Ержан жанындағыларға сенімді үнмен қосты. Бұл тамаша, қымбаттым. Сен тезірек қалпыңа келесің, бизнес қайта жүріп кетеді.
Ал бізге қазір сенің қолдауың ауадай қажет. Айтшы, пәтерге не болды? Айым олардың әдеттегі талапшыл жүздеріне салқын қандылықпен қарады. Олар әлі түсінбеген еді. Үйге қайтпаймын, деді Байсалды. Менің әлі ұзақ оңалуым бар. Ал сіздерге жаңалық, үлкен пәтер сатылды. Бөлмеге үнсіздік орнады. Балалардың жүзінен күлкі жоғалды. Қалайша сатылды, деп алғаш болып таңырқады Дамир. Ал біз қайда тұрамыз? Әрі қайсысың енді өз беттеріңмен өмір сүресіңдер, деді Айым, қолын үстел үстіндегі 3 конвертке қарай созып. Міне, бір бөлмелі пәтерлеріңнің құжаттары. Мадина, ипотекаңды енді өзің төлейсің. Дамир, заңгер дипломың босқа емес шығар. Ержан, сен де жақсырақ жұмыс табуға тиіссің. Мен сендерге қармақ бердім. Балықты енді өздерің аулайсыңдар. Менің барлық қаржым енді өз денсаулығыма жұмсалады. Өмір сүруді өздерің үйреніңдер. Олар анасына жат көзбен қарады. Ашулары, реніштері жүздерінен көрініп тұрды. Бірақ Айым білді, дәл осы олардың нағыз өмірге қадам басатын уақыты. Алғашқы сәтте олардың жүрегін реніш пен ашу биледі. Балалар да, күйеуі де Айымның мұндай қадамға барғанына сенгісі келмеді. Олар өзінше әділетсіздікке ұшыраған жандар болып көрінетін. Ол қалайша бізді көшеге тастады, деп ашуға баулықты Дамир әпкесіне. Мен оның туған ұлымын ғой. Дұрыс айтасың, деп қосты Мадина. Диванда отырып чипсы жеп. Ипотеканы өзің төлейсің, дейді. Өзіңде миллиондар тұрғанда оңай, ал менен де қайтемін. Айымға да оңай болған жоқ. Бірақ ол бұл шешімді кек алу үшін емес, шынайы махаббат үшін қабылдады. Балаларының есейіп, өз бетімен өмір сүруін қалады. Көп ұзамай алғашқы өзгеріс Дамирден басталды. Пәтер ақысын төлеу, тамақ табу, бәрі мойнына түсті. Ол дипломын шаңнан сүртіп, кішкентай заң кеңсесіне көмекші болып жұмысқа кірді. Әуелде қызықсыз көрінгенімен, алғашқы жеңген ісі оған ерекше қуаныш сыйлады. Жақын арада көршілес бөлімдегі әріптесімен жақын араласып, жаңа өмір бастауға қадам жасады. Мадина да анасының қолдауынсыз қалғанда өзгерді. Бұрынғыдай жай жұмыс істегенсіп жүре берсе, ипотеканы төлей алмайтынын түсінді. Ол жұмысына шын беріліп, жаңа жобаларды ұсынды. Кешке дейін қалып еңбек етті. Бір күні бастығы оны шақырып алып, Мадина Ержан қызы, деді таңданысын жасыра алмай. Соңғы жұмыстарыңызды біз қатты бағалаймыз. Бізге жаңа бөлім басшысы қажет. Қалай ойлайсыз, өзіңізді сынап көресіз бе? Осылайша қызметі көтеріліп, жалақысы да өсті. Ең бастысы, Мадина алғаш рет өз еңбегіне өзі мақтанды. Ал Ержан болса, бәрінен ұзақ қарсыласты. Ол өзін опасыздыққа ұшыраған күйеу санады. Ол маған бұлай қалай жасады, деп ескі университеттегі досына шағымданды. Ереке, деді досы шыдай алмай. Сен дарынды физиксің, ақылың мықты. Ал сен әлі күнге дейін мектепте тиынға жұмыс істеп жүрсің. Университетке кел. Бізде лайықты жалақы да, ғылыми жұмыс та бар. Бұл сөздер Ержанға ой салды. Оқшауланып тиынға күн кешкенше жаңа жолға қадам басуға бел буды. Университетке жұмысқа кірді. Студенттердің құрметі, ғылыми жобалар, конференциялар. Ол бұрын ұмытқан өмірдің дәмін қайта сезінді. Ал Айым болса, Айсанадан балалар мен күйеуінің өзгергенін естігенде іштей жымиып қана қоятын. Ащы дәрі әсер ете бастады. Уақыт өте келе реніш те, ашу да басылды. Балалар бірінші болып хабарласа бастады. Кейін тек қоңырау шалып қана қоймай, қонаққа келетін болды. Бұл жолы ақша сұрау үшін емес, әңгімелесіп қуаныштарын бөлісу үшін.
Айым олардың көзінен бұрынғыдай тәуелділік емес, шынайы жылылық пен құрметті көрді. Ең соңында Ержан да өзгерді. Бір күні қолына айымның сүйікті гүлдерін ұстап клиникаға келді. Айым, деді ол жай ғана. Мен бәрін түсіндім. Сен дұрыс жасадың. Бізді кешіре алсаң, қайтадан бірге болсақ деймін. Қазір мен басқа адаммын. Біз бәріміз де өзгердік, деді. Айым оның жүзіне қарады. Бұрынғыдай әлсіз емес, қайта шыныққан, есейген адамды көрді. Жүрегінде ашу жоқ еді, тек жеңіл мұң мен тыныштық қана. Ойланып көремін, Ержан, деді ол жұмсақ үнмен. Маған уақыт керек. Мен енді өзім үшін өмір сүруді үйреніп жүрмін. Ал бұл, білесің бе, маған ұнайды. Ол шынымен асықпады. Алда әлі талай жылдар бар еді. Жаңа жоспарлар, қайтадан қуаныш сыйлайтын жұмыс, еркіндік сезімі. Ал отбасы болса, ақыры өз аяқтарымен тұрып үйренді. Бұл айымның оларға жасаған ең үлкен сыйы еді. Мальдивтен де, қымбат сыйлықтардан да қымбат. Бұл оқиға ащы болса да күшті сабақ. Өзін өзі ұмытып, өзгелерге ғана қызмет ету, ақыры өзіңді жоғалтуға келеді. Айым үшін отбасын қалтасыз қалдыру, кек алу емес, қайта оларды өсірудің жолы болды. Ол отбасынан алыстаса да, ең қымбатын тапты, өзін және еркіндігін. Сіз қалай ойлайсыз? Айымның бұрынғы күйеуіне екінші мүмкіндік беруі керек пе? Әлде жаңа өмірін жалғастыру ең үлкен жеңіс пе? Әңгіме ұнаса, арнаға жазылып, лайк басыңыздар.